шәкірт санасына білім нәрін сеу, ел болашағының өрендерін тәрбиелеп шығару екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ұстаз болу, жүрек жылуын, мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын баланың бойына дарыту. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ секілді. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүткіл адам баласы құрметпен бас иеді. Бұндай ұлағатты ұстаздардың бірі Сермағамбетова Бақытгүл Мұханқызы. Бақытгүл Мұханқызы ұстаздық жолын киелі әулетінен бастау алған. Әкесі ұстаз Сермағамбетов Мұқан халық ағарту ісінің үздігі болған. Бала кезінен бастау алған арман қиялға жетелеп, Абай атындағы педагогика институтында тарих мамандығын иеленіп шығады. Еңбек жолын Арал қаласындағы 177 мектептен бастады. Жанары шәкірттеріне деген махаббатқа толы, жігерлі ұстаздың әрбір сабағы үлкен ізденіспен, жанашырлықпен өтетін. Жаңалыққа жаны құмар ұстаздың ең алғашқы жетістігінің бірі, ол 1988 жылы мұғалімдердің республикалық бірінші слетіне делегат болып, жастардың азаматтық рухани қалыптасуы және қайта құру секциясын өзі жүргізеді. Ұстаздық қызметке араласқаннан бері Бақытгүл Сермағамбетова қоғамдық жұмыстың бел ортасында жүріп, бастауыш комсомол ұйымының секретары, аудандық жас мұғалімдердің советінің председателі міндеттерін жауапкершілікпен атқарған. Бойынан ізденімпаздық, шығармашылық, қайсарлық қасиет табылатын Бақытгүл Сермағамбетова 1991 жылы облыстық жыл мұғалімі конкурсының лауреаты атанады. Сол жылдары нәтижелі еңбегі бағаланып, Қазақ ССР-ның ағарту ісінің үздігі деген төсбелгі иеленген. Жоғарғы санатты мұғалім, ұстаз қажырлы еңбегі мен шығармашылық ізденістерге толы жұмыстарының, шәкірттеріне берген білімдерінің нәтижесінде елбасының жарлығымен 2002 жылы ерен еңбегі үшін тәуелсіздікке 10 жыл медалы иегері атанып, өзі қызмет етіп жүрген білім ордасының мәртебесін асқақтатқан. Бұдан өзге тағы да басқа көптеген республикалық, облыстық, аудандық марапаттары бар. Шығармашылық ізденістері республикалық басылымдарға үнемі жарық көріп, Қазақстан тарихы, ұлағат, қазақ тілі мен әдебиеті журналдары, сыр бойы, сыр мектебі газеттерінен орын алып келеді. 2011 жылы аудандық өнегелі ұстаз номинациясын иеленді. 2015 жылы Ақтөбе қаласында қазақ хандығы 550 жыл толуына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми конференцияға қатысып, дипломға ие болды. Мүмкіндігінен мақсатың биік тұрсын деген сөзді өмірлік ұстанымына айналған ұстаз 2011 жылдан бастап қазіргі таңға дейін Қазақстан Республикасының Кіші ғылым академиясының модераторы. Ұстаз өз ісінің маманы ғана емес, 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеген үлгілі де ардақты ана. Балалардың барлығы жоғары білім алып, түрлі салада қызмет етіп келеді.